Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бүгін біз аджика жасаймыз. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, тіркеліп кетіңіздер. Ең алдымен помидорларымызды, перецтерімізді жақсылап жуып аламыз. Ал мен чеснокты суға салып қойдым, сырты оңай ашылу үшін. Ең алдымен қызанақтарымызды осылай бөліп аламыз. Ол біздің ет тартқышымызға, яғни мясорубкамызға сүйу үшін ыңғайлап аламыз. Осылай тазалап шығамыз бәрін. Қызыл бұрышымызды да осылай турап аламыз, майдалап, өзімізге ыңғайлы етіп мясорубкаға сиятындай. Енді ашты бұрышымызды тазалаймыз. Мен осылай басын алып тастаймын да дәндерімен өткізе беремін. Қаласаңыздар, ашты болып кетеді десеңіздер, дәндерін алып тастасаңыздар да болады. Ет тартқыштан енді мен помидорды, тәтті бұрышты, ашты бұрышты бәрін бірге өткіземін. Енді барлығын үлкен кастрюльға салып, баяу отқа қоямын. Ішіне лавр жапырағын, қара бұрыш түйіршіктелген салсаңыздар болады. Және майын құямын, тұзын салып, араластырып, 2 сағаттай қайнатамын. Банкаларымды жақсылап жуып алдым, стерилденген, стерилизовать етеміз бәр банканы. Осылай аджикаларымды құйып тастадым. Осылай салқын жерге қоямын. Сіздермен болған мен Эльмира. Келесі видеоларда кездескенше.